Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге ғаламшар ойынының тағы да бір ғаламшар ойыны, бұл 4-ші шаблон ғаламшар бойынша осындай бір ойынды көрсетіп өтемін. Мына жерде бұл жалпы шаблонды таныстырып өтейін. Бірінші титульный бет, одан кейін осындай біздегі ғаламшарлар тұр. Осы жерде күннің несіндегі планеталар, мына жерде барлығының өзінің несі орбиталдарында орналасқан. Енді 10 слайдтан тұрады жалпы шаблонымыз. Одан кейін мына жерде ашылатын не, мысалы мына жерде Меркурийдің сұрағы деп. Осы жерге сұрағыңызды жазыңыз деген жерге сұрағын өшіріп жазуға болады. Міне, өшет жазылады. Енді қате жауап деген жерге қате варианттарын жазасыздар, дұрыс жауап деген дұрыс вариант, дұрыс жауабын жазасыздар. Одан кейін мынау бізде қате жауап болғанда жаңағыдай звук шығады, ал дұрыс жауапқа басқан кезде ракета осы жерге ұшып барады, яғни біз саяхат жасаймыз. Мынау бізде гиф анимация, суретте алып жасасаңыздар, былайша сурет қоюға да болады. Мынау мен гиф суреттерді қойып қойғанмын әдемі болу үшін. Енді осы шаблонда, мысалы бұл шаблон PowerPoint-та жасалған. Одан кейін оны редактировать ету үшін де PowerPoint пайдаланасыздар. Яғни PowerPoint 10-мен жасалған. Звугі мына жерде тұр. Міне осы жерден жоғары көтеріп төмендетуге болады дауысын, былай төмендетуге болады дауысын, болмаса көтеруге болады. Сосын тағы да айта кететін нелер, мына жерде барлық редакциялар болады, атын да өзгертуге болады. Енді ойынды бастау үшін сначала и показатпен бастайсыздар. Осындай ойынды алып пайдалансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.